Мінекейіңіздер 220. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін распределительный коробканы жинау үлгісі, яғни бір клавишті выключатель, бірақ та екі жарық шам. Плюс бұған розетка қосылған. Енді осы сұлбаны жинау үлгісі осы видеода болады. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен осы сұлбаны жинау үшін кім не қай жерде екенін біліп алу керек. Мінекей үстінен келіп тұрған екі жарық шам кабельдері, мына жағынан розетканың кабелі келіп тұр, астынан выключатель, и мына жақтан келіп тұрғаны питание, яғни главный кабель осы. Жұмыс бастамас бұрын индикатормен тексеріп алыңыздар, автоматтың сөнгенін тексеріп алыңыздар, ол өте маңызды, яғни напряжениясыз жұмыс істеңіздер. Одан кейінгі бұл сұлбада біліп алайық, яғни қоңыр түсін біз фаза қылдырамыз, қара түсін біз 0 қылдырамыз. Одан кейінгі мынау сұр жиланы біз оны аламыз заземление. Не үшін заземление? Өйткені розетка бар бізде. Енді патрондарға заземление керек емес деп ойлаймын. Мінекей розетка міндетті түрде заземлениемен тұрған дұрыс. Ал енді бастамас бұрын көбісі 0-дан бастап жатады, бірақ та мен өзім үйренгенім, өзімше бір үйренгенім фазадан бастаймын. Яғни қазір бізде тоқ жоқ, яғни напряжениясыз, оған мен дөп біліп тұрмын. Енді фазадан бастаймыз. Қоңыр түсін аламыз да, выключатель қоңыр түсіне жалғаймыз. Плюс мынау розетканың фазасында жалғап кетеміз. Яғни бұны да қоңыр түсін жалғаймыз. Сондағысын болады бізде. Жалғап кеттік. Одан кейінгі осы выключательден фаза кетті. Қосамыз выключательді. Фаза мына жақ мынау жылы арқылы екі жарық шамға барады. Екі жарық шам бірдей жанады. Екі жарық шамның фаза қоңыр түстерін аламыз да выключательға жалғаймыз. Мінекейіңіздер, фаза кетті, выключатель жағамыз, ол жылы арқылы екі жарық шамға бірдей кетеді. Одан кейінгі 0-дарын жалғап аламыз. 0-дары біз айттық қара түсті. Яғни розетканың 0-і қара түсі, екі жарық шамның қара түсі, және де главный питанияның қара түсін жалғаймыз. Бізде 4 жила болады, 4 жиланы бірдей жалғаймыз. Төрт жила жалғанды, одан кейінгі бізде қалды заземление, сұр түсті дедім. Яғни оның розетканың сұр түсіне жалғаймыз. Яғни сонда бізде болады розетка заземлениемен тұратын болады. Ал енді бұны әдемілеп скрутка жасап аламыз. Әдемілеп қысу керек, өйткені контакт жақсы болу керек.
мінекей камера жақындатайын. Бізде болады міне фаза келет, яғни мынау главный питание. Главный питаниянын қоңыр түсі. Қоңыр түсін аламыз да выключательға фаза береміз. И заодно мынау розетканың қоңыр түсін оғанда жалғанады. Яғни фаза оғанда барады деген сөз. Яғни енді выключательді жаққан кезде фаза мынау қара жылы арқылы, яғни барады бізде. Мынау қоңыр түсіне жалғадық, екі қоңыр түсі, яғни ол мынау екі жарық шамды бірдей жанатын болады. Міне қара түсі мынау екі қоңырға жалғанды. Ал енді мынау главный кабельдің қара түсін аламыз. Мынау екі жарық шамның қара түсі де жалғанды, міне қара түсі. Мынау розетканың да қара түсі мынаған жалғанды. Значит, мынау 0. Ал енді заземлениясы мынау сұр кабель жалғанады мынау розетканың сұр кабеліне. Яғни ол заземленный розетка болатын болып табылады. Міне осындай сизилармен бұрап қоямыз. Одан кейін енді питание берілді. Міне бір клавишті выключатель арқылы екі жарық шам бірдей жанады. Ал енді розетканы тексеріп көрейік. Розетканы тексеру үшін осындай клещи көмектеседі. Мынау клещидің айнымалы вольтына қоямыз. Камерадан дұрыс көріне ме екен? Міне. И екі басын розеткаға тағамыз. Міне көріңіздер, 220 келіп тұр. Осылайша осы бір клавишті выключатель арқылы бір жарық шамды қосу үлгісі осындай болмақ. Жақсы, сау болыңыздар.